Многие думают, что глисты это, знаешь, вот эти острицы, когда вот там ребенок покакал, у него там много-много белых. Это тоже глисты, это такие, знаешь, самые примитивные, наверное, формы жизни, которые у ребенка часто бывают, и это нормальное абсолютно явление, что у детей вот эти паразиты глисты возникают. У каждого, наверное, было. Но когда этих глистов становится слишком много в нашем с вами организме, они приносят непоправимый просто ущерб нашему с вами здоровью. Я әрине мысалғы ағзада, баланың ағзасында көп сөйледі жаңағы острица дейміз. Сол паразит десе соны ойлайды көбісі. Тіптен кейбір ата-аналар болады, аскарида мен астрицаны шатыстырып ататын болады. Негізі паразитологияда паразиттердің түрі өте көп, бірақ жаңағы неше түрлі симптоматикаға алып келеді деді ғой. Экзема, неше түрлі жаңағы терісіндегі бөртпелер, ол не үшін ондай жағдайға алып келді? Себебі мына ішекте жаңа паразит болғандықтан ол тек қана балада дискомфорт, жаңа басқа да жағдайда тудырып қана қоймай, ол баланың ағзасына түскен бізде тағаммен түскен микроэлементтер, витаминдер бар. Олар да сол жаңағы витамин, микроэлементтермен қоректенеді. Сонымен қатар паразиттер ол тек қана біздің ағзаға түскен жаңағы пайдалы біздің тағам витаминдерімізбен қоректеніп қана қоймай, олар да тірі ағза болғандықтан, олар да өздерінен неше түрлі токсиндерін бөліп шығарады ағзаға. Ол токсиндер не істейді? Ол токсиндер бөлінген кезде, ол да біздің жаңағы баланың ағзасында, әсіресе мынау ішегі арқылы ұсақ тамырларға өтеді, тамырлардан бүткіл ағзасына тарайды. Ол жаңағы токсин көбейген кезде балада ол жаңағы мінез құлқына әсер етеді. Ондай балалар жылаңқы, сондай бір былайша айтқанда капризный деп жатамыз, өте қырсық, сондай болып келеді. Түнде бала ұйықтағанда ұйқысы да беткей болады, дұрыс жаңа бала дем алмайды, көзінің астында жаңа көгерулер болады, терісі құрғақ болады. Оның жаңағы бұл былайша айтқанда паразиттің тікелей өзінің ғана симптоматикасы деп айта алмаймын. Себебі бұл жағдайда бізде комплексно бүткіл ағзасында дамып тұрған жағдай. Яғни ондай балаларда не үшін экзема, жаңа дерматиттер болып жатыр? Себебі детокс дейміз біз. Яғни бауыры, ішегі, осы детокстың 3 фазасы дұрыс жұмыс жасамағанда, яғни бауырдағы өт дұрыс түзіліп, жаңағы ішекке дұрыс түспегенде, яғни өт қою болған жағдайда, екінші кезекте бұл ішектің өзінің қорғаныштық жүйесі дұрыс болмағанда, яғни ішекте бізде өзіміздің бактерияларымыз бар, яғни симбиоз түрде өмір сүретін, сол бактериялардың саны өте аз болған кезде ішек неше түрлі токсиндерді және басқа да заттарды қанға жеңіл түрде өткізеді. Және үшінші жағдайда бұл осы екі біздегі қорғаныстық системамыз дұрыс істемеген жағдайда паразиттер көбейіп, олар да өзінің токсиндерін бөледі. Яғни бұл жағдайда паразиттерді анықтап қана қоймай, оны комплексті түрде тек қана паразитті ғана емдемей, оны комплексті түрде емдеу. Яғни баланың ағзасында дефициттерді жабу, анемиясы болса анемияны емдеу, одан кейін асқазан ішек жолдары өтінің жұмысын реттеу, детокс жүйесін қалыпқа келтіріп қана барып, паразитті емдеген кезде олар түбегейлі саны азаяды. Азайғаннан кейін баланың иммунитеті де көтеріліп, ағзасы дұрыс жұмыс жасайды. Екіншілік жаңағы паразитоздың алдын алуға болады.